Бұл әлемдегі ең өткір пышақ. Оның жүзі адам шашынан мыңдаған есе жұқа. Өзінің ерекше өткірлігінің арқасында бұл материал заманауи медицинада, әсіресе пластикалық және көз хирургиясында әлі күнге дейін қолданылады. Бұл обсидиан немесе айдаһар әйнегі. Ол жанартаудың қақ ортасында туады. Құрамында кремний көп, тұтқыр лава сыртқа шығып, өте жылдам суыған кезде оның атомдары кристалдан үлгермейді. Нәтижесінде лезде табиғи жанартаулық әйнек түзіледі. Егер сұйық лаваға су құя салса, обсидиан емес, кеуекті пемза, яғни көбік тас пайда болады. Ал нағыз тығыз обсидиан лаваның белгілі бір жылдамдықпен суынан ғана түзіледі. Ең басты құпиясы, обсидиан сынығының шеті небары 2-3 нанометр. Бұл адам шашынан мыңдаған есе жұқа. Және қазіргі ең үздік металл скальпельдерден әлдеқайда өткір. Бірақ бұл пышақтың басты әлсіз тұсы оның тым сынғыштығы. Сәл ғана қатты соққыдан бұл жүз быт-шыт болып сынып кетуі мүмкін. Тіпті жай ғана нан турағанның өзінде пышақтың жүзі зақымдалуы мүмкін. Соған қарамастан тас дәуірінде, әсіресе ежелгі Америка құрлығында адамдар одан жебе ұштарын, балта немесе қару жасаған. Ол кезде бұл аңшылық пен шайқаста үлкен басымдылық берген озық технология еді. Обсидиан тек қара түсті болмайды. Ақ дақтары бар қарлы обсидиан және жарықта барлық түспен құбылатын ең сирек кемпір қосақ түрі де кездеседі. Жанартаудың дүлей күші адам баласы ұстап көрген ең өткір материалға айналды.